Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Оқушылар, мен сендерге жұмбақ жасырамын. Ал сендер жұмбақтың шешуін тауып көріңдер. Құстар қайтып келетін, жерге дәнді себетін, далаға шығып ойнайтын қай мезгіл деп ойлайсың? Әрине, бұл көктем мезгілі. Әне міне дегенше бізге де көктем мезгілі келіп жетті. Оқушылар, менің даусым естіп тұрсыңдар? Иә, бұл көктеммен бірге келіп жеткен құстардың әсем дауысы. Оқушылар, құстардың сайрағанын естігенде қандай сезімде болдыңдар? Иә, құстардың дауысы табиғаттың музасы іспеттес. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы да осы құстарға байланысты. Құстар табиғаттың көркі деп аталады. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен артикуляциялық жаттығулар жасаймыз. Құстар туралы қызықты деректермен бөлісетін боламыз. Және де сюжетті суреттер арқылы сөйлем құрастырамыз. Олай болса, оқушылар, қолдарыңызға айнаны алып, артикуляциялық жаттығуларды бізбен бірге қайтала. Іске сәт, оқушылар. Артикуляциялық жаттығуларды бірге қайталайық. Дайынсың ба? Ендеше бастайық. Бірінші жаттығу. Аузымызды ашып, жабамыз. Әрі қарай жалғастырайық. Футбол жаттығуы. Тілімізді оң жақ және сол жақ ұртымызға кезек-кезек тигіземіз. Қанекей. Келесі жаттығу. Бірге шар үрлейік. Оң жақ ұртымызға және сол жақ ұртымызға кезек-кезек ауа толтырайық. Ал енді жымиямыз және ернімізді алға қарай созамыз. Ат шауып келеді. Тілімізді таңдайымызға қағайық. Сабынды көпіршіктер үрлейік. Мұрнымызбен терең тыныс аламыз, ауызбен үрлейміз. Қанекей. Жарайсыздар, оқушылар. Осымен артикуляциялық жаттығуларды аяқтаймыз. Жаттығуларды күнделікті қайталап жүріңдер. Олай болса, оқушылар, бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Оқушылар, суретте қандай құстар бейнеленген? Және де оларды сипаттап айт. Жарайсыздар, оқушылар, сіздер дұрыс тапты деп ойлаймын. Бірінші суретте аққу бейнеленген, ал екінші суретте көгершін бейнеленген. Үшінші суретте торғай бейнеленген, ал төртінші суретте қарлығаш бейнеленген. Қанекей, оларды сипаттайық. Қазақтар аққуды киелі құс деген. Аққу құсы әдемі, жалпы ақ түсті болып келеді.
сондықтан да оны сұлулыққа теңеген. Аққудың тұмсығы ұзын болады. Көгершінді бейбітшілік құсы, достық пен татулық, бірліктің символы, әлемді аралап хат таситын бақыт құсы ретінде есептейді. Көгершіндер де әртүрлі болады. Бұл суретте көгершін ақ түсті. Торғай отырықшы құс. Торғайдың денесі 15-20 сантиметр болады, ал салмағы 25-35 грамм ғана болады екен. Қарлығаш өте жақсы ұшады. Тіршілігінің көп уақытында ауада ұшып жүріп өткізеді екен. Су үстінен ұшып бара жатып ақ су іше береді. Ұшып жүріп қорегін ұстап жейді. Және де қарлығаштың құйрығы айыр болады. Құстар табиғаттың көркі. Құстар өзгеше болып жаратылған құбылыс иесі. Бейне біздің аспан әлеміндегі қорғаушымыз сияқты. Сияқты емес, солай да. Себебі көк аспан олардың туған мекені. Көкті құссыз, құсты көксіз елестету қиын. Біздің көгімізде құстар сайрап жүрсе, жердегі адамдар да тыныш, бейбіт өмір сүре алады. Біз көкке қарағанда әуелі ұшқан құсқа көзіміз түседі. Құстар дала құстары және үй құстары болып екіге бөлінеді. Үй құстарына тауық, үйрек, қаз, тағы да басқа құстар жатқыза аламыз. Ал дала құстарына қарлығаш, торғай, қарға, сауысқан секілді құстарды жатқыза аламыз. Дала құстары ағаш түбіндегі құрт, құмырсқалармен қоректенеді. Ағаштың жайқалып жақсы өсуіне, түрлі жәндіктерден тазаруына көмектеседі. Құстарға сол себептен қамқорлық көрсетіп, ұя жасап, жем беруіміз керек. Керемет оқушылар! Ендеше екінші тапсырмаға назар аударыңдар. Неге біз құстарды біздің досымыз деп айтамыз? Суреттерге қарай отырып, ойланып, жауап беріңдер. Оқушылар тапсырманы орындап болсаңыздар, тексеріп, бірге айтып көрейік. Құстар біздің досымыз, өйткені үй құстары, соның ішінде тауық бізге жұмыртқа береді. Күнделікті пайдаланып жүрген жастығымыз да құстардың жүнінен жасалады. Және құстар ағашты құрт құмырсқалардан тазартып отырады. Осы арқылы құстар біздің жақын досымызға айналды. Және де құстар табиғатта әсем ән салып, біздің көңіл күйімізді көтереді. Сол себепті құстарды қастерлеуіміз қажет. Ал ендеше оқушылар, құстар туралы жаңылтпаштар айтайық. Қанекей, менімен бірге қайтала. Ала қарға қарға қонды, қара қарға жарға қонды. Ал енді жылдамдықты қосайық. Ала қарға қарға қонды, қара қарға жарға қонды. Керемет, сен де қателеспей дұрыс айтты деген ойдамын. Келесі жаңылтпаш. Атам томағаламаған бүркітті мен томаламағанда кім томағалайды? Қанекей, енді жылдам айтып көрейік. Атам томаламаған бүркітті мен томаламағанда кім томағалайды? Өте жақсы. Ал енді келесі жаңылтпаш. Шошытып үш құсты, шошып үш құс ұшты. Қанекей, енді жылдамырақ айтайық. Шошытып үш құсты, шошынып үш құс ұшты. Жарайсыңдар. Сіздер де қателеспей дұрыс айтты деген сенімдемін. Болса оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта біз сіздермен артикуляциялық жаттығулар жасадық. Және де сюжетті суреттер арқылы әңгімелей алдық.
құстар туралы қызықты ақпараттармен бөлістік. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.